сәлеметсіз бе? Уақытыңызды бөліп біздің сұхбатымызға келгеніңіз үшін көп рахмет. Бүгін біз студент қыздардың өзін-өзі бағалауы, өз-өзін жақсы көруі, жалпы ішкі сенімділік туралы әңгімелесетін боламыз. Арнайы осы сұхбат үшін біз маман ретінде Асанғалиқызы Раушанды шақырдық. Ол дамушы орта әйелдердің қауымдастығының негізін қалаушысы және кәсіби психолог. Қош келдіңіз, Раушан ханым. Рахмет, қош көрдік. Сәлеметсіз бе, баршаңызға шақырғандарыңызға рахмет. Бүгінгі айтылатын ақпараттар пайдалы болады деген үміттемін. Бірінші сұрағым, жалпы өз-өзіңді жақсы көру дегеніміз не? Өз-өзіңді жақсы көру деген, өзіңді қалай бар, солай қабылдау. Негізі қазіргі таңда ол трендте болып жатыр ғой, самооценка, өзіңді бағалау, жақсы көру. Қандай да бір қыздар бір кілт іздеп жүрген секілді. Қалай өзімді жақсы көрсем болады, өзімнің құнымды қалай көтерсем болады деген секілді үнемі ізденісте жүреді. Негізі оның үйренудің қажеті жоқ. Тек қана біз еске түсіруіміз керек өзімізді жақсы көруді. Себебі біз жаратылысымыздан, болмысымыздан құндымыз. Өзіңді қалай бар, солай жақсы көру, осы құндылық, өзіңді жақсы көру, немесе самооценка деп айтып жатса, осының бәрін толығымен қамтиды. Қыздардың өз-өзін бағалауы төмен екендігі сырт көзге бірден көрінетінін қандай белгілер арқылы байқалады? Қазіргі таңда көбінесе жастардан көп байқалады, әсіресе оқушылардан, студенттерден оның өзін ұстауы, сөйлеуі, отырысы, аурасы дейміз ғой, сол арқылы байқауға болады. Бірақ қалай байқаймыз? Көбінесе жас қыздар өзін жаңағы дүниелік заттармен бағалап жатады. Мысалы, қолында бір керемет айфон болса, соңғы үлгідегі, немесе қымбат киім, әдемі киім, немесе өзінің бір бейнесі қазіргі қоғамның құрып берген шкаласына сай келсе, 90-60-90 деп айтып жатады. Сондай болып жатса, өзін керемет сезінеді. Өзін ұстауы, адамдармен араласуынан байқауға болады. Ал егер ол дүниелер жоқ болса, немесе қолында бір керемет айфоны болмаса, қарапайым телефон, қарапайым өмір сүріп жатса, өзін бір басқалардан төмен секілді сезінеді. Яғни өзінің құнын дүниелік заттармен өлшеп жатады. Негізі бұл мүлде дұрыс емес, себебі бізді Аллах тағала жаратылысымыздан құнды етті. Біз ештеңемен теңей алмаймыз өзіміздің құнымызды. Біз бар болғанымыз үшін өзіміз қалай өмір сүріп жатырмыз, сол жерде де біз өте құндымыз. Біз ақшалай немесе белгілі бір дене бітімімізбен өлшей алмаймыз өз құнымызды. Қай жас аралығындағы қыздар мен әйелдерде көбірек осы мәселе кездеседі? Өзін-өзі қабылдамау, көп сынау, эмоционал тұрғыда қиындықтардан өту. Бұл көбінесе 13 жас, 18 жас аралығында кездеседі. Негізі өзіңді жақсы көру бала күннен қалыптасады. Сонымен жұмыс жасамаған жағдайда ол жасы 30-ға келсе де, 40-қа келсе де өзін толық қабылдай алмай жүреді. Үнемі психологқа бар деген секілді. 30-ға келген әйелдерде көрдік, өзін толығымен қабылдай алмайды. Қалай бар, сол күйінде қабылдай алмайды. Оған дене бітімі ұнамауы мүмкін, немесе түрі ұнамауы мүмкін, немесе өмір сүріп жатқан жағдайы ұнамауы мүмкін. Оның барлығымен біз бала күннен жұмыс жасаймыз. Негізі бізді Алла жаратқанда, анамызға біткен сәттен бастап біз құнды етті. Бірақ өмірдегі кейбір сынақтардан, айналадағы адамдардың сөздерінен бізді бағалауынан біз өзіміздің құнымызды ұмытып қалып жатамыз. Сол біреу бізді мазақтауы мүмкін мектеп кезінде, бойымызды, түрімізді, денемізді деген секілді. Сол нәрсе адамға қатты әсер етеді и өзінің құнын өзі түсіреді. Біз просто ол кісілерге құнды екенін есіне салып отырамыз. Өйткені елестетіңізші, мынау әлемді жаратқан Аллах тағала бүкіл галактиканы жаратты, тау, тас, не деген әдемі жерлері бар әлемдегі біз көрмеген, аспан, бұлт, табиғаттың өзі қандай керемет, бүкіл галактиканы жаратқан Аллах тағала соның ішінде адамды жаратуды шешті и әр адамды жеке махаббатпен жаратты. Бір-біріне ұқсамайды адамдар. Ол қызметіне, оның бір белгілі бір дәрежесіне маңызды емес, адамның барлығы тең. Бірақ бізді жаратқан кезде сондай құнды етті, бүкіл жаратылыстан ерекше етті. Бүкіл Алланың жаратқан жаратылысының ішіндегі адам ең саналы түрде ойлана алатын, ой түйіп, ақылдысы адам ой. Ал басқа, мысалы, табиғат болсын, басқа да жаратылыстың барлығы адамның өмір сүруі үшін жаратылған. Мысалы, біз 4 мүлікті ет қылып жейміз, күліп қыламыз, оны ішеміз, сүтін деген секілді. Табиғат та бізге адамдардың өмір сүруіне қолайлы болу үшін жаратылған. Яғни сондай жаратылыстардың ішіндегі ең ерекшесі етіп жаратқан біз өзіміздің құнымызды өзіміз болмайтын уақытша дүниелік заттармен бағалап жатамыз. Қыздардың қателігі де осы. Өзін жаңағыдай бір мінін көріп алады, комплекс ұстап, соның өзінің құнын төмен түсіреді. Мен оларға айтамын, просто өзіңнің жаратылысыңды тану. Сол кезде сенде жаңағыдай өзгелермен салыстыру, өзіңнің құныңды бір дүниелік заттармен өлшеу болмайды.
Ал ол нәрсені, конечно, айту оңай болғанымен, бірақ еске түсірген сәтте адамның өзіне көзқарасы өзгереді. Өзін ұстау өзгереді, өмірге қарау көзқарасы өзгереді жастардың. Сол қыздарға айтарым, сіздің құндылықтарыңыз, өздеріңізді жақсы көрулеріңіз, өздеріңізді бағалауларыңыз, ол бір дене бітіммен немесе белгілі бір заттармен өлшенбейді. Ол біздің ішкі әлеміміз, ол біздің болмысымыз, табиғатымыз. Оны іздеудің, үйренудің қажеті жоқ. Тек қана өзіңіздің болмысыңызды зерттеңіз деген еді. Қайталанатын сұрақ болып тұр. Қазіргі заманда қоғамдық қысым мен әлеуметтік желілердің қыздардың өзін бағалауына әсері қаншалықты ауқымды? Көп қыздар өзін өзгелермен салыстырады. Әлеуметтік желі бір жылтыр десек те болады. Бұл жердегі шындық бір 10% қана болуы мүмкін. Ешкім өзінің жаман жағын көрсете бермейді ол жерде. Барлық әдемі жағын, өзінің бақытты өмірін көрсетеді, керемет алпампақ қылықтарын көрсетеді. Сол арқылы өзге адамдар жаңағыдай неге менде жоқ деген сияқты өзін төмен түсіру болуы мүмкін. Жаңағы айтқандай, ол егер оның өзін бағалау жүрегінен шықпаса, ішкі әлемнен түсініп, мені Алла жаратты, бүкіл жаратылыстардан ең керемет етіп мені жаратты, барлық мына тұрған жаратылыстың барлығы мен өмір сүруім үшін керек, және ең ақылдысы етті, бүкіл адам тең, бүкіл ғаламды жаратқан, сондай құдіреті шексіз Алла мені жаратқан кезде мен неге мынандай дүниелік заттармен өзімнің құнымды түсіруім керек деп ойланады. Сол үшін де адам өзінің табиғатын зерттеу керек. Сонда өзге адамдармен салыстыру болмайды. Осындай жерден байқауға болады. Егер самооценкасы төмен қыз болса, егер ол жаңағыдай өзінен қызметі жоғары біреуді көрсе, немесе өзінен керемет телефон ұстаған, немесе әдемі киінген қызды көрсе, немесе әлеуметтік желідегі жаңағыдай біреулердің өмірін көрген кезде өзінің жаңағыдай біртүрлі сезім пайда болады. Төмен түсіру болса, значит самооценкасы төмен деген сөз. Өзінің құндылығын білу керек. Ата-ана тәрбиесі мен өзінің ортасы қыздың өзін жақсы көруіне қаншалықты ықпал тигізеді? Ықпалы өте зор. Өйткені біз қанша дегенмен біз өз-өзімізді өмір сүрген күннің өзінде біз адамдармен байланыс үшін өмір сүреміз. Айналамыз орта бар. Біз оларсыз өмір сүре алмаймыз. Бірін-біріміз адамның күні адаммен дейді ғой. Яғни орта болғаннан кейін ол адамдар бізге қарсы бір сын айтып қалуы мүмкін. Ол егер де бізге қатты әсер етсе, ол жаңа өзімізді бағалауды төмендету септігін тигізеді, әсіресе ата-ана. Сол үшін де ата-ана егер қызын жаңағыдай үнемі мақтап отырса, ешқандай оның бір дене бітімінсіздегі мінсіз деп айтып отырса, мүмкін ол бойы кішкентай болуы мүмкін, немесе шашы кішкентай болуы мүмкін, немесе ол толық деп ағарып болуы мүмкін, оған байланысты емес, қандай болсаң да сен сұлусың, сен қандай болсаң да құндысың деп айтып отырса, әрине ол қалыпты самооценкамен өседі. Өзін бағалауды төмен қыздарға қандай күнделікті кеңес берер едіңіз? Өзінің бағалауын жоғарылату үшін, нормаға алып келу үшін, бірақ қараңыздар, өзінің бағалау деген бізде егер нормадан асып кетсе, онда ол дұрыс емес, тәкаппарлыққа кетіп қалады. Нормадан түсіп кетсе, ол да дұрыс емес, өзгелермен салыстыру болады. Біз яғни ортасын ұстануымыз керек. Ол қалай? Мысал ретінде бір қызды алайық, бір керемет әкесі қызметте жұмыс жасайық, примерно жағдайы жақсы, әдемі киінеді деген секілді, қымбат телефон ұстайды. Ол өзін сол дүниелік заттармен бағалап тұрма, оның бағалауы егер өзге адамдарды төмен түсіріп, сол арқылы өзін жоғары ұстаса, уже нормадан асып кетті деген сөз. Уже тәкаппарлыққа кетіп қалады. Адамдардың барлығы тең. Біз өзге адамдарды өзімізден төмен санай алмаймыз, немесе жоғары санай алмаймыз. Егер самооценка төмен түсіп кетсе, біз өзге адамдарды өзімізден жоғары санаймыз да, яғни кінәлау сезім пайда болады. Неге менде жоқ? Неге мен ондай емеспін? Неге менің фигурам ондай емес деген сияқты бір өзін кінәлау сезімі пайда болады. Ал қалай нормаға түсіреміз? Просто біз жаратылысымыздан құндымыз. Біз жаратқан кезде құнды етті. Біз ешкіммен бағаланбаймыз. Бізге сай келетін, біздің құнымызбен келетін нәрсе жоқ бұл өмірде. Біз ең құнды нәрсеміз. Өйткені бізді Алла жаратты. Бүкіл әлемді жаратқан Алла бізді жаратты. Одан басқа құнымызды түсінетін артық сөз жоқ шығар деп ойлаймын. Сізге үлкен рахмет. Қызықты әрі пайдалы әңгіме болды. Қазіргі қоғамда қыздардың өзін-өзі жақсы көруі өте маңызды тақырып. Бүгінгі сұхбат көптеген қыздарға мотивация беріп, өздеріне сенімді болуға көмектеседі деп сенеміз. Уақытыңызды бөліп, біздің сұрақтарымызға шынайы жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Жұмысыңызға табыс, ал өзіңізге шабыт тілейміз. Рахмет сізге көп шақырғандарыңызға. Пайдалы болды деген үміттемін.